Үшінші есепте Айбек емтиханда әр сұраққа 3 минут жұмсайды дейді. Мақсат әр сұраққа 1 минут жұмсайды дейді. Егер мақсат емтиханды 1 сағат бұрын бітіретін болса, Айбек барлық сұрақтарға жауап беру үшін қанша уақыт жұмсады дейді. Яғни бізде Айбекпен кім мақсат бар екен, Айбек бізде 3 минут уақытын жұмсайды, каждый есепке ұзақ отырады екен, и мақсат бізде 1 минут уақытын жұмсайды. Мақсат 1 минут уақытта бір есепті шығарып тастайды екен. Егер мақсат емтиханды 1 сағат бұрын бітірсе дейді, Айбек барлық сұрақтарға жауап беру үшін қанша уақыт жұмсады. Яғни бұл есепті былай шығаруға болады. Қараңыздар, бізде неше сұрақ екені белгісіз, оны біз x деп аламыз. Яғни x дегеніміз ол сұрақтардың саны. Сұрақтардың саны. Ол 50 болуы мүмкін, ол 60 болуы мүмкін, ол 30 болуы мүмкін, бізге белгісіз әлі. Енді қараңыздар, x есеп болса, Айбек неше минут уақыт жұмсайды? 3x минут уақыт жұмсайды. Так, ал мақсат болса, x уақыт жұмсайды. Өйткені ол каждый есепке 1 минуттан. x минут и 3x минут уақытын жұмсайды. Барлық есепке. Енді айтады, бізде мақсат емтиханды 1 сағат бұрын бітірсе дейді. Яғни бізде 3x тең болады, x плюс 60 болады. Яғни неге дейтін сұрақ туындайды ғой? 1 сағаттың ішінде неше минут бар? Әрине 60 минут бар. Мысалы, Айбек 3 сағатта бітіретін болса, мақсат неше сағатта бітіреді? 2 сағатта бітіреді. Өйткені наяқта айтып тұр, егер мақсат емтиханды 1 сағат бұрын деп тұр. 1 сағат бұрын, яғни 3 сағатта бітіретін нәрсені ол 1 сағат бұрын, яғни 2 сағатта бітіріп тастайды. Сонда екеуі теңесу үшін не істейміз? Мақсатқа 1 сағатты қоса саламыз. Ол 1 сағат дегеніміз 60 минут. Так, енді осы жақтан x табамыз. 3x-тен x азайтсақ, 2x тең болады 60-ға. X тең болады 30-ға. Так, сонда бізге әлі тап деген нәрсе табылмады, Бізге тап деген Айбек барлық сұрақтарға қанша жауап беру үшін қанша минут, яғни қанша сағат уақыт жұмсайды деп тұр. Яғни 3x деп айттық. X дегеніміз бізде 30 минут болды. 30 есеп болды, то есть. Сонда біз 3-ті 30-ға көбейтеміз, тең 90 болады. 90 минут. 90 минут дегеніміз ол 1 сағат 30 минут. 1,5 сағат деген сөз. Минут құны. Так, жауап табылады. Енді келесі есеп, ағаш кубын бояуға 10 грамм бояу кетті дейді. Кептірілгеннен кейін куб 8 бірдей кіші кубтарға бөлінді. Пайда болған кубтардың боялмаған беттерін бояу үшін қанша грамм бояу керек дейді. Аның берілгенін өзі түсініксіз. Так, сіздерге былай түсіндірейін. Оңай болу үшін. Осындай бір куб берілген. Так, осындай бір куб берілген. И осы кубтың барлық қырын бояп тастаған. 6 жағы бар, 6 жағында бояп тастаған. Так, мынаны бүйтіп қойын. Енді осы кубты барлық бетін бояды ғой. И бояғаннан кейін 8 бірдей кубтарға бөліп тастайды дейді. Яғни, былай бөліп тастайды ғой. Мынау төбесін 4-ке бөледі. И дәл солай астында 4-ке бөледі. Мына сызықтың бойымен былай 4-ке бөліп тастайды. И былай 4-ке бөліп тастайды. И сол кезде барлығы міне 8 штук куб шығады. Міне мынандай кішкентай кубтардан 8 штук куб шығады. Осындай кішкентай кубтардан 8 штук шығады. Енді пайда болған кубтардың боялмаған беттерінің бояу үшін қанша грамм бояу қажет дейді. Енді қараңыздар, бізде мынандай кішкентай кубтар шықты. Осындай кішкентай кубтар шықты. Так. И осы кубтардың, қараңыздар, 3 жағы боялған, ал қалған 3 жағы боялмаған болады. Міне, бізге көрініп тұрған төбесі боялған, шеті боялған, и мына шеті боялған. Яғни бір кубтың 3 жағы боялған. Осылай жаттап алсаңыздар болады. Міне мына шеті боялған. Так, бүйтейін. И мына шеті боялған, и мына шеті боялған. Яғни қалған артындағы 3 бөлігі боялмаған. 3 бөлігі боялған.
ал қалған 3 бөлігі боялмаған. Енді осы жерден не ұтуға болады? Қараңыздар, барлығы 8 куб бар. 8-ді 3-ке көбейтеміз 24, яғни 24 беті боялған, 8-ді 3-ке көбейтеміз 24 беті боялмаған. Боялмаған деп қояйын. Енді қараңыздар, бізде 24-те 24 кетіп тұр. Яғни бояу үшін 10 грамм кетсе, міне 10 грамм ол 24 бетіне кетсе, ал қалған 24 бетіне тоже 10 грамм кетеді. Так, жауабы 10 болады. Мынау қиын есеп екен, иә? 5-ші есепті бастайық. Енді қараймыз. 1 минут. Енді, так, 5-ші есепте не қыл деген? Балықшы салмағы әртүрлі 5 балықты ұстаған. А, Б, С, Д, Е. Яғни осындай бір 5 балық ұстап алыпты. Аның салмағы бұдан 2 есе артық дейді. Яғни бұл жерде А Б-дан 2 есе артық. Ол деген сөз А үлкен Б-дан, иә? А бізде Б-дан 2 есе үлкен. Енді Б-ның салмағы С-дан 4,5 есе артық дейді. Бұл деген сөз Б тоже С-дан үлкен деген сөз. Яғни Б-ның салмағы ол С-дан 4,5 есе артық десе, ол үлкен деген сөз. Енді С-ның салмағы Д-ның салмағынан 2 есе аз дейді. Яғни С-ның салмағы Д-ның салмағынан 2 есе аз. Бұл деген сөз Д үлкен деген сөз. Так, енді Д-ның салмағы Е-нің салмағынан 2 есе аз дейді. Так, Д-ның салмағы Е-нің салмағынан 2 есе аз. Значит, Е бізде Д-дан үлкен болып тұр. Өйткені Д-ның салмағы аз деп тұр ғой, Е-ге қарағанда. Е-нің салмағы А-ның салмағынан аз, бірақ С-ның салмағынан көп. Ең жеңіл балықты анықтаңыз дейді. Дәл осы жерден сіздерге қызық айтайын, уже қайсының ең жеңіл екені понятно ше. Өйткені қараңыздар, міне А мен Б ол С-дан үлкен. А мен Б С-дан үлкен. Д мен Е де тоже С-дан үлкен. Яғни мына жердегі А, Б, Д, Е, яғни төртеуі де ол С-дан үлкен болып тұр. Бұл деген С ең жеңілі деген сөз. Так, осылай қарастырсаңыздар болады. Келесі 6-шы есеп өте қызық есеп. Төмендегі суретте берілген ақпаратты қолдана отырып, ағаштың ұзындығын табыңыз деген. Бұл интернеттен ең көп кездесетін есептердің бірі ғой. Так, битик. Мынау мысықтың салмағы. Так, М деп қояйық. Мысықтыкін біз М деп қояйық. Одан кейін талдыкін біз Т деп қояйық. Одан кейін адамдыкін, адамның салмағын, так, мынау бала ғой, по идее, бала деп қояйықшы. Баланың салмағы Б деп қояйық. Енді қараңыздар. Мына жерде тал мен бала отыр. Тал мен баланың не істейміз? Салмағы емес, ұзындығы, кешірім сұраймын. Ұзындығы барлығы. Тал мен баланың ұзындығын қосамыз. Біріншісінде Т битик. Т плюс Б, яғни тал и бала. Одан кейін мысықтыкін, мысықтың бойын, ұзындығын азайтып тастаймыз. Азайту мысық. Сол кезде не шығады бізде? 310 сантиметр шығады. Одан кейін қараңыздар, мысық пен тал, мысық пен талдың ұзындығын қосамыз. Сол кезде былай шығады бізде. Не істейміз? Міне, адамның, яғни баланың бойын азайтып тастаймыз. Т есештен. Азайту баланың бойы. Тең болады 280. Так, енді қараңыздар. Бізде жүйені білесіздер. Просто так не істейміз? Қоса саламыз. Давайте қоса салайық. Мынау Т мен Т қосылады. Яғни 2 тал шығады. Мынау бала мен минус бала. Екеуі не істейді? Әрине қысқарып кетеді. Бала мен бала екеуі қысқарады. Енді так, үшінші бізде мынау минус М плюс М, яғни екеуі тоже қысқарады. Бізде қалатыны 2 тал тең болады 590. Т тең болады. Так, неше? 295 болады. Яғни бізде тап деген ағаштың ұзындығы, яғни талдың ұзындығы бізде 295. Жауабы Е болады.
мына есептене ал дейді. А, В және С цифрларының құралатын ең үлкен санның жартысы неге тең дейді. Так, мына есепте сіздерге бір лайфхак көрсетейін. Негізі оңай есеп. Қараңыздар, мынау бірінші тұрған сан мен мынау бірінші тұрған цифр, то есть мынау цифр мен мынау цифрдың орындарын алмастыруға болады. Одан кейін мынау екінші тұрған цифр мен мынау екінші тұрған цифр мен мынау екінші тұрған цифрдың орындарын алмастыруға болады. И осыдан сіздер былай шығара саласыздар. Міне, мынау 8 бен мынау А-ны екеуін орын алмастыра саламыз. Яғни 188 қосылған Д, А, С болады. Мынау 3 таңбалсан, мынау да 3 таңбалсан деген сөз. Тең 685. Мынау арасы көбейту деген сөз емес. Яғни бұл 3 таңбалсан деген сөз. Енді Д, А, С бізде 685 азайтылған 188. Так, енді калькулятормен азайтып көрейін, сәл күте тұрыңыздар. Так, 685 азайтылған 188. 497 шығады екен. Яғни Д, А, С-мыз 497. Енді қараңыздар, осы цифрлардан құралатын ең үлкен санның жартысы неге тең дейді. Яғни 4, 9, 7. Осы 3 цифрдан құралатын ең үлкен сан ол 974. Бұдан үлкен сан жоқ. Осы цифрлардан құралатын. 974-ті несеміз? Жартысын табамыз. Өйткені жартысы нешеге тең дейді. Так, неше болады сол кезде? 487. Жауабы Д болады екен. Енді келесі есеп. Тізбектің алғашқы 15 саны көрсетілген 537 санды табуымыз керек. Енді қараңыздар. 2, 0, 4, 1, 3 кесе. Яғни 2, 0, 4, 1, 3. 2, 0, 4, 1, 3. Яғни не байқадыңыздар? Период, бұл заңдылық. Яғни 5 сан сайын не істейді? Қайталанып отырады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы сан тап десе, ол 2-ге тең деген сияқты. Не істейміз? 537 деген санды 537 деген санды біз 5-ке бөлеміз. Өйткені периодтың ауқымы бізде 5-ке тең, яғни 5 сан бар. И сол кезде бізде неше шығады? 107 шығады. 107 бүтін шығады, 2 қалдық шығады. Енді мына нәрсеге мән береміз. Так, бір қалдық қалатын болса, бірінші тұрған сан нешеге тең? 2 мен аяқталады. Яғни екінші сан деген сөз. Ал 2 қалдық қалатын болса, екінші тұрған бізде қандай? Екінші тұрған 0, яғни 0 деген сөз. 3 қалдық қалатын болса, 4 деген сөз. 4 қалдық қалатын болса, 1 деген сөз. Міне, 4-ші сан 1-ге тең. И қалдық қалмаса, яғни 0 қалдық қалатын болса, ол 3-ге тең деген сөз. Яғни бізде жауабы не болады? Әрине 0 болады. Так, жауабы В болады.